Жалпы мынау өзіңіз көріп отырғандай қуаңшылықтың кесірінен бірінші фазендадан 70 жыл қойды. Сен 70 шыққан өлген сияқты айтып тұрсың ғой, спокойно. Енді 70-іңде сен айтып тұрған не? Енді басеке. Екінші фазендадан қанша кетті? Екінші фазендадан 80 жыл қойды. 80-ге тең жарты туған фазендадан не? Енді қуаңшылықтың кесірінен болып отқан мәселе ғой. Үшінші фазендадан қанша кетті? Үшінші фазенда. Неғып тұрсың айтсайшы не? Айта өтейді ақиқаттың ғой. Қанша кетті? Өтінтіп фазендадан дүрдие өлді. Түйен ана аузың барып қана айтып тұрсың сен де алдағы не? Анауға айт деген мен отаққа да дүрейін деген. Төртінші фазендадан қанша кетті? Төртінші фазендадан басеке қуанышқа орай ешқандай мал өлген жоқ. Пока. Неге? Өйткені одақта мал жоқ қой, новый фазенда бар. Одақта дәу ек қоям ба болды. Демі деп қоям ба. Общий қанша болды сонымен? Опты 2,50. Қанша? 2,50. 2,50. Не деп тұрмын, тілін түсінесің бе? Қазіргі мәліметтерге сүйенетін болсақ, жалпылай есептегенде 250 мал өлген. Мәліметтерге түйінбеден де 2,50 ғой. Былай да 2,50 ғой.